Мөлдір Әуелбекова басынан өткен жайсыз хабарды жеткізді. Әнші бұрынғы күйеуі сыйлаған автокөлігімен жол апатына түсіп қалды. Мен айдаған Бентли бар емес пе? Сомен жол апатына түсіп қалдым. Алла сақтап, дін аманбыз деп бөлісті Әуелбекова. Сорақсы сол, бұл көлікті сыйлаған әншінің экс-күйеуі апаттан кейін оны тартып алған. Ол аздай жөндеуіне қомақты қаржы талап етуде. Бұл Бентлиді маған сыйлаған еді. Енді осы тып үшін сол сыйлаған адам алып қойып, еше бамперін жөндетуге 5000 теңге ақша талап етіп отыр. Ужас. Біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы деген осы екен деді Мөлдір. Әнші мұны экс-күйеуі жасағанын растады. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген ұғым тағы бір дәлелденді. Бала-шағам аман болсын. Қалғанын өзім жасап жүрмін, жасаймын да. Алла күнімізді біреуге қаратпасын, деді Әуелбекова. Кешегімен түскен тіп жайлы сторисімді қарап, жағдай сұрасып, қолдап жатқандарыңызға рахмет. Негізі, түбінде бұл жерде мәселе сол темір немесе 5 миллион теңгеде емес қой. Мені қынжылтып тұрғаны, көлікті маған сыйлаған қызымның әкесіне аварияға түсіп қалдым дегенде, өзің амансың ба, білсің ба деп сұрауға шамасы келмеді. Қай жерін соқтың, қатты соқтың ба, қанша тұрады білесің бе сен? Деп темірін сұрап әлектенді. Оған қоса көлікті алып қойып, тағы 5 миллион теңге бересің жөндетуіне деп талап етті. Айтарға енді басқа сөзім жоқ. Соңғы нүктесі осы. Аллаға тапсырдым. Алла әділ. Реттейді, тек сабыр мен уақыт керек деп жазба қалдырды әнші желідегі парақшасында.